кез келген айдың 3-і, 12-сі, 21-і және 30-і туылған адамдар. Олар білімнің гурулары, яғни мистикалық білімнің егерлері. Оларда әдетте бірнеше диплом, ондаған сертификат және білім алудан олар жалықпайды. Үштіктердің ойларының бәрі анализ арқылы жүреді. Олар жүйелі адамдар және оларға кез келген жерде инструкция керек. Эголарының векторлары білімге бағытталған. Олар үнемі мен бәрін білем деп тұрады. Олар адамдардан өздерін жоғары қойып, үнемі адамдарды ақылды және топас деп екіге бөліп отырады. Сол үшін энергия кетіп, жолдары жабылады. Үштіктердің жанының қалауы ол тәлімгерлік арқылы жүзеге асады. Үштіктердің көпшілікке белгілі өкілдері ол йог, мистик, рухани тәлімгер, садгуру, немесе тәлімгерлікті алғаш СНГ инфобизнесінде трендке айналдырған кәсіпкер Аяз Шабудинов. Үштіктер өмірде көбіне атеист болып келеді, бірақ өмірлерінде үлкен кризис болғанда олар Құдайға келіп, жаратушының үлкен фанатына айналады. Жалпы үштіктерге эгосын басып, бағындыру үшін ең көп айту керек